Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен есімім Ернар. Бүгін 1 шілде 22 жыл. Жұма мүбәрәк болсын. Алан қалауымен 4 көлігімізді Қазақстанға жібереміз. Бірінші көлігіміз Hyundai Palisade 2020 жылғы. Комплектация Prestige 3.8 GDI бензин, толы жетекті. Екінші көлігіміз Kia K8 2021 жылғы. Комплектация Nobles 2.5 GDI бензин. Төртінші көлігіміз Hyundai Sonata New Rise 2021 жылғы 2 литр газ. Төртінші көлігіміз Hyundai Sonata New Rise 2021 жылғы 2 литр газ. Енді бүгін осы көліктерімізді ала қалап контейнерге жүктеп Қазақстанға жіберетін боламыз. Жүк көлігі келді. Қазір көліктерімізді тиеп алады. Бірінші көлігіміз Hyundai Palisade жүктеліп жатыр. Kia K8 көлігі жүктеліп жатыр. Hyundai Sonata көлігі жүктеліп жатыр. Төртінші көлігіміз Hyundai Sonata жүктеліп жатыр. Барлық көліктеріміз техникалық қауіпсіздікке сәйкес жүктеліп болды. Қазір көліктерімізді контейнер жаққа апарып түсіреді. Сол жақта контейнерге жүктейтін боламыз. Контейнер жаққа көліктерімізді әкеліп түсірді. Hyundai Sonata, Hyundai Palisade. Сосын екінші Hyundai Sonata. Мына контейнер біздікі. Осы контейнерге жүктейді. Қашын дайындап жатыр. Кейін осы қазір көліктерімізді салафанмен ораймыз. Сырылмау үшін дөңгелектерін шешіп, багажниктарына салып қояды. Өйткені контейнер сыю керек контейнерге. Қазір дайындаймыз бәрін. Міне бірінші көлігіміз жүктеліп жатыр. Hyundai Palisade. Hyundai Palisade көлігім бекітіп болды. Тростарын бәрі тартылды. Дөңгелектің ағашпен де бекітіп қойды. Ортасында темір жүргізілген. Бәрі дұрыс. Екінші көлігіміз Hyundai Sonata New Rise жүктеліп жатыр. Екінші көлікті бекітіп болды.
дөңгелектер бәрі. Қазір үшінші көлік жүктеліп жатыр. Hyundai Sonata New Rise. Үшінші көлігіміз Hyundai Sonata New Rise'ді бекітіп болды. Ағаштары бекітілді, трубасы ортасынан өткізіліп тұр. Қазір төртінші көлігіміз Kia K8 көлік жүктеледі. Міне көліктеріміз жүктеліп болды. Төртінші көлігімізді бекітіп болды. Kia K8. Дөңгелектердің бәрі бекітілді троспен. Алдыңғы дөңгелектер де бекітілген. Барлығы жүктеліп, бекітіліп болды. Қазір Аллаға қаласа енді жүк көлігі келеді, бұл контейнерді алып кетеді. Есігі жабылып, бломбымен бекітілетін болады. Бұл контейнерді кеме арқылы Кореядан Қытайға апарады, Қытайдан темір жолмен Қазақстан, Алматы, Исылқаға жеткізетін болады, Аллаға қаласа.